Сәлем достар, бүгін біз сіздермен көбейту кестесінің жауаптарын тексеретін математик ойын жасайтын боламыз. Бұл ойынды жасамастан бұрын біздің каналымызға тіркеліп, жаңа сабақтарды жіберіп алмау үшін қоңырау белгішесін басып қойыңыз. Олай болса бастайық. Алдымен C# тілін және приложение Windows Forms дегенді таңдаңыздар. Дали батырмасын басамыз. Жобаның атауы бізде математик болсын. Математик. Создать. Мінекей, формамыз ашылды. Енді біздің ойынымыз елдің бәрі кіре алатындай емес, тек қана белгілі бір адамдар өзінің логинін және құпия сөзін енгізу арқылы ойынға кіріп ары қарай ойнай алуы қажет. Яғни жаңағы Instagram сияқты, басқа да көптеген программалардағы сияқты терезе жасауымыз керек. Қолданушы логин және құпия сөзін енгізе алатын терезе жасауымыз керек. Сондай терезе жасайық алдымен. Формамыздың мәтіні математик болсын. Математик. Формамыз қосылған кезде экранның дәл ортасынан шығатын болсын. Ол үшін Start Position деген қасиетін таңдап, Center Screen деген таңдайсыздар. Формамыз қосып көретін болсақ. Мінекей, экранның дәл ортасынан шықты. Бірақ форманың көлемін өзгерте аламыз. Алдыңғы сабақта өткеніміздегідей, ол үшін Form Border Style деген қасиетін таңдап алып, Fixed Singleға ауыстыра саламыз. Енді формамыздың түсін ауыстырайық. Түсін алаяқтағы қара көкке қойып қойық. Міне. Сонымен қатар үлкейтетін батырманы өшіріп тастайық. Көлемі өзгермеуі үшін ол Maximize Box деп аталады. Аламыздағы False-қа қоямыз. Міне, барлығын жасадық, қосып көрейік. Үлкейте алмайды және көлемін өзгерте алмайды қолданушы. Жақсы, әрі қарай кеттік. Енді мына жаққа қандай да бір сурет қойып қойық. Математикаға байланысты. Сурет қою үшін панель элементов терезесінен Picture Box деген компонентті таңдайсыздар. Міне. Жоғары жағында тұрған кішігірім батырманы басып, Выбрать изображение дегенді басасыздар. Ашылған терезеден импорт жасаймыз. Өзіңіз интернеттен қандай да бір суреттер алып қойып қойсаңыз болады. Мен мынандай баланың суретін қоя салайын. Окей. Енді біздің суретіміз қараңыз, көрінбей қалды дұрыс. Сондықтан режим изменения размера деген жерден зум деген қоямыз. Зум. Мінекей. Міне былай болды. Тамаша. Енді логин және құпия сөз енгізетін өрістерді қояйық. Ол үшін label деген компонент таңдаймыз. Екі лейбл керек, бір және екі. Екі бастық, мына жаққа қояйық. Екеу қап-қара болып тұр. Сондықтан түсін ауыстырамыз, жақсы көріну үшін. Ақ түске. Міне ақ түс болды. Үлкейтейік. Шрифті бізде калибри болсын. Калибри. Жартылай майлы және 14-ке қойып қойсақ. Қалай болады екен? Жақсы. Мұнда біріншісі. Label 1-дің текст өрісін, текст қасиетін, яғни ауыстырамыз, логин деп қойық. Логин. Ал екіншісі бізде құпия сөз. Құпия сөзімізді пароль дей салайық. Пароль. Енді жоғарғы бұлай, және бұлай қойып қойық. Логин енгізетін өріс қоямыз, компонент яғни. Ол компонентіміз енгізу үшін алдыңғы сабақта өткен болатымыз текст бокс деп аталады. Екі текст бокс керек.
Екі текст бокс керек. Мінекей. Екеуінің алаяқтағы қаріптерін, яғни шрифтін, бұның да бірдей болу үшін калибри қоямыз. Калибри және 10-ға қойып қояйық. Міне. Біраз созайық, мүмкін кейбір адамдар ұзын логин қойып қоюы мүмкін, және сонымен қатар басқа біреу паролімді бұзып қоймасын деп өте ұзын пароль қойып қоятын адамдарымыз бар бізде. Солар үшін міне ұзын қолдап жасап қойдық. Иә. Сәл-пәл ортаға жылжытайық екеуін. Және жоғарырақ кішкене. Жақсы. Енді дәл ортасына алаяқтағы батырма қояйық. Батырма бізде білесіздер баттын деп аталады. Баттын. Иә. Сырты аса әдемі емес, сондықтан алаяқтағы оны сарыға бояп тастайық. Сарыға боядық. Мәтініне ойынды бастау деп жазып қояйық. Ойынды бастау. Өте кішкентай болып тұр біздің қарыбымыз, сондықтан бұны да үлкейтейік. 12-ге қойып қойсақ қалай болады екен? Тым үлкен болып кеткен сияқты. Калибриге ауыстырайық. Қарыпты. Калибри. О, тамаша. Батырман жан-жағын көріп тұрсаңыздар, кішкене ақтау болып көрініп тұр. Сондықтан оны өшіріп тастайық. Оны өшіру үшін flat style деген қасиетін тауып аласыз. Оны flat дегенге ауыстырайық. Енді әдемі болды. Қосып көрейік. Міне мұнда логин жазалады және құпия сөзін енгізе алады. Бірақ құпия сөзі мына жерде көрініп тұрғандықтан біз оның үстіне маска қойып қояйық қандайда бір. Білесіздер ғой, құпия сөз енгізген кезде нүкте болып көрініп тұратындай. Ол үшін текстбокс 2-ні таңдайсыздағы қасиетінен use system password char деген қасиетін trueға ауыстырасыз. Қосайық. Логин және құпия сөзімен нүкте болып қалды. Тамаша. Енді сәл-пәл кішкене былай қойып қояйық. Керемет болды, керемет. Енді ойынымыз үшін екінші терезе ашайық. Сол терезеде ойнайтын боламыз. Ол үшін жоғарыдан проект деген менюді таңдайсыздар. Добавить форму Windows Forms деген таңдаймыз бірінші тұрған. Міне, форма Windows Forms және атауы Form 2 CS болып қалуы керек. Атауын өзгертпей қояйық. Бірден добавить дейміз. Міне біздің екінші негізгі тереземіз ашылды. Енді қолданушы өзінің логин және құпия сөзін дұрыс енгізгеннен соң ойынды бастау деген батырманы басады. Егер барлығын дұрыс енгізген болса, онда екінші біздің негізгі тереземіз ашылуы керек. Енді код жазуға көшеміз. Ол үшін баттынды, яғни біздің батырмамызды бір рет басып, мына жерде найзағайдың иконкасын тауып алып, клик деген жерге 2 рет бассаңыз болады. Немесе жай ғана осы батырманы 2 рет қана бассаңыз да болады. Енді ішіне string типтегі, яғни жолдық типтегі екі айнымалы ашайық. Біреу бізде логин болсын. Логинға текстбокс 1-дің мәтін жазамыз. Текстбокс 1 нүкте текст. Яғни логинға мына текстбокс 1-дегі
мәтінді сақтап қойдық. Енді екінші стринг ашайық. Ол бізде құпия сөзді сақтайтын болады. Pass дей салайын. Атауын өздеріңіз білесіздер, қандай деп қойсаңыздар да. Textbox 2 нүкте текст болды. Текст, иә. Енді дәл осы жерден тексереміз. Егер логин тең болса, админ дей салайын. Сіз басқадай логин беріп қойсаңыз да болады әбден. Және дейміз. Және деген екі рет амперсанд қойылу арқылы жазылады. Және құпия сөзі тең болса 1, 2, 3, 4-ке. Фигуралы жақша ашамыз бірден. Егер осылай дұрыс болатын болса, онда форм екінші тереземіз ашылу керек. Форм 2, F2 тең болады. New форм 2 дейміз. Мінекей. Және де F2 нүкте show. Show жасаймыз, show. Міне. Егер осылай дұрыс жауап беретін болса, онда форм 2 терезесі ашылды. Әйтпесе, else, әйтпесе message box нүкте show логин немесе құпия сөз дұрыс емес деп енгізіп шығарып қояйық. Дұрыс емес. Қосып көрейік ал жазғанымызды. Логин, админ, құпия сөз 1, 2, 3, 4. Ойынды бастау. Мінекей, біздің негізгі тереземіз ашылды. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, бағанағы бастапқы тереземіз жабылмай әлі тұр. Оны қалай түзесек болады енді? Ол үшін, егер қолданушы өзінің мәліметтерін дұрыс енгізген болса, онда ең алдымен this нүкте hide дейміз. Бұл дегеніміз осы терезені жауып қой дегенді білдіреді. Одан екінші терезені құрамыз және show емес, бұл жерге show диалог дегенді таңдаймыз. Диалог. Диалогтық терезе ретінде ашылады. Енді қосып көретін болсақ, админ 1, 2, 3, 4. Міне шықты. Бірақ егер мен мынаны жабатын болсам, бастапқы тереземде жоқ болып кетті. Бірақ бағдарлама қосылып тұр, бірақ бастапқы терезем жоқ. Мен оны көріп тұрған жоқпын. Сондықтан ол терезе қайтадан маған көріну үшін this нүкте show деп жазам. Show қайтадан. Ал енді көрейік қайтадан. Админ 1, 2, 3, 4. Ойынды бастау. Міне, бағанағы бастапқы терезем жоқ болып кетті ойдағыдай. Егер мына екінші ашылған формамды тереземді жабатын болсам, бағанағы терезем хоп деп қайтадан шыға келеді. Тамаша. Ал енді қате жауап беріп көрейік. Қате құпия сөз, қате логин беріп қоятын болсақ, логин немесе құпия сөз дұрыс емес дейді дағы, бізді ойынға кіргізбейді. Демек, ойынды ойнай алмаймыз деген сөз. Дұрыс енгізбесек. Жақсы. Енді келесі сабақта мына екінші тереземізбен ары қарай жұмыс істейтін боламыз.